Жеті шелпектің пайдасы. Баяғыда бір жолаушы келе жатып, сандық тауып алады. Ашып қараса, ішінде алтын тас жатыр екен. Құдайым жоқ жерден берді ғой деп шаттанған бейбақ, алтынға қолын соза бергенде, алтын тас үлкен жыланға айналып, өзіне тап береді. Ей бишара, не тапсаң да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып 1000 жыл бойына, біреу мені құтқарса, алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледі. Бірақ мені ешкім құтқармады. Бүгін кім құтқаратын болса, соны жұтамын деп серт бердім. Сен кезіктің, енді сертімді орындаймын деді. Жолаушы шыр-пыр болып жалынса да, жылан көнбейді. Кенет 30 жолаушыны оның көзі шалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой дей бергенде, тағы да 5 кісінің сұлбасын көреді. Жолаушы, құтқар, құтқар деп жалынады. 30-дың шамасы жетпегенде, бізден не күтесің деп, олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір аласа бойлы адам келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар деп сұрайды. Жылан мән-жайды баяндап болған соң 30-дан қайын 5 жаннан пайда болмағанда сен не істей аласың? Жолыңнан қалма деді жылан. Сонда аласа адам: ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа, өтірігіне сенбе. Айтқаның рас болса, мына денеңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей, көңіл сенбейді дейді. Сонда жылан алхан-тұлхан болып ашуланып, сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін деді де, түтінге айналып, жоғары көтерілі, сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты таршы: жыланнан құтылдың, енді жолыңнан қалма деді. Жолаушы қуанып: айлаңдасырдың батыр, қарыздармын, жөніңді айт, кімсің дейді. Сонда жолаушы: бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзің. 10 пәленің 9-ы тілден, орынсыз сөз иесін қабады, ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстаған оразан, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазын құлшылыққа салып атқарады. Олардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей кепшіктерге садақа бердің. Мен өзім пісіріп таратқан шелпекті сені құтқаруға Құдай жіберді депті. Жолаушының 7 шелпегі өзін бір апаттан құтқарған екен деседі. Енді бір аңызда 7 шелпектің қауіп-қатерден сақтайтын шарапатын былай деп баяндайды. Ертеде бір аңшы болыпты. Ол қыран-құсты баулып, саяхатшылық құрады екен. Аңға шыққанда бірнеше күн жүріп, қанжығасы майланып оралып жүреді. Бір күні ол тағы да тауға кетуге әзірленеді. Құзаршынға ие салатын ақиық қыранның балапанын үйіне әкеліп баптауды ойлайды. Сапарға шығатын күні ұйқысынан шошып оянады. Бір пәлені жүрегі сезеді. Әйеліне: мен аңға шыққан мезетте 7 шелпек таратып жібер деп тапсырады. Сонда әйелі: жарайды, айтқаның болсын деп, ері аттанған кезде 7 шелпек пісіріп, көршілеріне таратып жібереді. Жұрт қабыл болсын деп, күлше наннан дән татысады. Аңшы бұдан бұрында бүркіттің балапанын алып кетеді екен. Қыран аңшының тағы келерін сезеді. Олжа іздеп кетер кезде, ол балапанын тауға аманаттайды. Бөгде біреу ұяма тиісіп, балапанды алып жатса,
жартасты жаңғыртып хабар берерсің. Оны қыздан лақтырып, көздерін ояйын дейді. Тау бүркіттің өтінішін қабыл алады. Бір шама уақыттан соң Құран ұяға келсе, балапан жоқ. Ол аңшының алып кеткенін біліп, қатты налиды. Тауға, саған хабар жеткіз деп едің ғой, балапанымды неге беріп жібердің деп ренжиді. Сонда тау, мен саған хабар бергім келген. Бірақ аңшы балаңдалып жатқанда, жеті күш жеті жағымнан басып, тұрып еткізбеді. Қозғалуға мұршам болмады деп ақты бұлтты. Жеті күлшенің шарапаты алып тауды басып, аңшыны бір апаттан сақтады. Жеті шелпек жеті түрлі бәледен сақтайды деген сөз осыдан қалған деседі. Шелпектің жетеу болуы жайлы аңыз оңтүстік Қазақстан өңірінде де жақсы сақталған. Қазығұртта өмір кешкен Ысқақ Қожа есімді әулие кісі болыпты. Ол ел жұртын адамгершілікке, арлылыққа, ізгілікке шақырып, зұлымдықтан тыйып отырады екен. Ысқақ Қожа дүниеден өткенде баласы Исмайыл Қожа әкесін жерлеп, 40-на дейін бейсенбі күні жеті шелпек пісіріп, халыққа таратуды деседі. Бір күні одан біреу, тақсыр, неліктен жеті күлше таратасыз? Бір күлше берсе болмай ма деп сұрапты. Жеті күлшенің сауабы жеті атаңа, одан асса 70 атаңа кетеді. Ал бір күлше өз қара басыңа ғана жетеді депті. Садақаға таратылатын күлшенің жетеу болуында осындай мән бар екен. Ғайса пайғамбар заманында да жеті шелпекке байланысты аңыз шыққан екен. Ол аңызда былай делінген. Бірде Ғайса уағыз насихат айтып жүріп, бір ауылға жеткен екен. Ол ауылда диірмені бар бір кісі болыпты. Ол елдің бидайын тартып, ұн беретін. Бірақ оның бір қиянаты бар еді. Ол ұннан ұрлап алып қалады. Ағыр болған халық Ғайсаға келіп, «Я пайғамбар, мына диірменші бізді тонап жатыр. Қанша ескертсек те, қиянатын қояр емес. Елде басқа диірмен жоқ. Бұл диірмен көпір сияқты жалпы жұрттың игілігі үшін салынған зат еді. Соны жеке басына пайдаланып, арамдықпен байып отыр. Сен дұға ет, қиянатын қойсын. Қоймаса Құдайдың қаһарына ұшырасын деп өтіпті». Сонда Ғайса пайғамбар, «Уа жасаған, мына халықтың тілегін құбала көр» депті. Диірменші сол күні жолға жеті шелпек нан ала шыққан екен. Жолда оған жеті диуана жолығыпты. «Ей қайырымды жан, жәрдем ет, ашпыз, 3 күннен бері нәр сызған жоқпыз» депті. Диірменші көңілі босап, жеті шелпегін шығарыпты. «Алыңыздар, алыңыздар» дейді. Диуаналар оған риза болып, Тәңір Тағала пәле жаладан сақтасын деп бата беріпті. Диірменші шаруасын бітірген соң үйіне қайтады. Оның көңілді оралғанын көрген Ғайса пайғамбар, «Бүгін қандай қайырлы іс жасадың?» деп сұрайды. Ол жолда жеті диуана кездескен. Тамақ сұрады. Әйелім пісірген жеті шелпек бар еді. Бәрін сол пақыр жандарға бере салдым дейді. Сонда Ғайса, «Қоржыныңды ашшы» дейді. Қараса, қоржында жеті жерінен бөлініп қалған жуан қара жылан жатыр екен. Ғайса өлген жыланды диірменшіге көрсетіп, «Сенің жұртқа істеген қиянатың үшін Тәңір саған залал жіберді. Қарашы бар жылан сені шағып өлтірмек еді. Бірақ сен дәруіштерге садақа беріп, бір пәледен аман қалдың. Жеті шелпек жыланды жеті жерден кесіп өтіпті. Енді жамандықтан тыйыл, қиянат жасама» дейді. Содан бастап диірменші арам әрекетін доғарып, жеті шелпек пісіріп, садақа таратуды әдетке айналдырыпты. Жеті шелпек таратып, сауабын аруақтарға бағыштау туралы қиямет ахуалы
Ахвал Қиямет деген көне кітапта да баяндалады. Ол кітапта басқа күн бір жұманың таңындай әруақтар қақ ізімен келер мұндай, дүниеде мекен еткен үйлерінің ішкергі есігіне барып тұрғай. Айтады өз лебізін құлпынала, садақа үзім нанды бергін тамам. Бұл күнде баршасының мұқтажым бар, дұғадан мен елеусіз бастамаңдар деген үзінділер бар екен. Насафидің Лауази деген кітабында бейсенбі мен жұма күндері 7 күлше таратқанның сауабы мол деп жазылған екен. Қызылорда өңірінде 7 шелпекте 7 әулиенің шарапаты мен қасиеті бар деген түсінік кең тараған екен. Ал тыңдарман, 7 шелпек туралы білген болсаңыз, таратқан 7 шелпегіңіз қабыл болсын. Ата тегіңіз жаңғырып, әр уақтар қолдасын.